Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Бүгін сіздерге шыбын өлтірудегі өзім қолданатын ең мықты способпен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен менің арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Бізге ең алдымен 1 литр су қажет болады. Судың температурасы қайнаған қайнамағандығы мүлде маңызды емес. Және де осындай агита деген дәрі қажет болады. Сыртында для уничтожения мух деп жазылып тұрады. Ол түрі аптекада сатылады, ал мына түрі сырты прозрачный пакетте көбінесе базарларда сатылады. Сіздерге көрсету үшін арнайы 2 түрінде алдым. Бұл дәрі өзіміздің кәдімгі нан ашытуға арналған дрожжимыз бар ғой, ашытқымыз. Тура соған ұқсас, просто құрамы бөлек. Осылай бір пакетигімізді ашып аламыз, және де 1 литр суымызға қосатын боламыз. Негізі 1 литр суға 1 пакетик жетеді. Бірақ мен 2 пакетигінде қостым, себебі шыбындар на месте өлетін болады. Екі пакетигімізді қосқаннан кейін осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. 1 минуттың көлемінде ол тез ерітеді. Міне суымыздың түсі осылай өзгеріп, суымыз мутный болып кетеді. Бұл қалыпты жағдай. Одан кейін осындай арнайы ыдысқа құйып аламыз, кәдімгідей себетін. Ол ыдыс кез келген ыдыс болуы мүмкін. Менде азелиттің босаған ыдысы, соған құйып алдым. Қалғанын кейінде қолдана беруге болады. Осындай басын крышкамен жауып қойып қойсаңыз, кейінде қолдана беруге болады. Содан кейін үйіңіздегі кез келген поверхностьқа осылай себе берсеңіз болады. Бұл ешқандай із қалдырмайды, ешқандай иісі жоқ. Бұл тек қана шыбындарды өлтіруге арналған дәрі. Адамға, кішкентай балаға ешқандай зияны жоқ. Дихлофос сияқты иісі шығып, үйді жауып қойып, біраздан кейін ашып, терезелердің барлығын ашып, содан кейін сөйтіп әуре болмайсыз. Бұл дәріні сеуіп қоясыз, үйдің ішінде жүре бересіз. Ешқандай зияны жоқ, иісі де жоқ. Өте ыңғайлы, өте сондай жақсы способ. Қолданып көріңіздер. Мен үнемі қолданатын способ.